Сәләмәтсіздер ме, жас достар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы дауысы дәуірмен ұласқан. Сабағымыздың оқу мақсатына сай, сіздің меңгеретініңіз мәтіндегі негізгі және қосымша ақпараттарды анықтай отырып, факті мен көзқарасты ажырату, мәтін идеясымен байланысын анықтайсыздар. Сабақ соңында мақсатқа қол жеткізгеніңізді білдіретін қандай нәтиже ұсынар едіңіз? Жас достар, алдыңғы оқуда қалыптасқан тілдік түсінік пен дағдыларға сүйене отырып, сөз жұмбақты шешеміз. Әріптерден шығармалардың атын жазып, келесі ұяшыққа орналастырыңыз. Сандардың реті бойынша төмендегі ұяшыққа орналастыр. Кілт сөзді табыңыз. Кілт сөз Ғабиден. Бүгін біз Ғабиден Мұстафиннің Қарағанды романынан үзінді қарастырамыз. Қарағанды өндірісін игеру ісіне қатысқан орыс, украин жұмысшыларының достық көмегі романның негізгі тақырыптарының бірі. Ал ауыл адамдарының Қарағанды кендері мен цехтарында істеген сан ұлт өкілдерінің іс әрекетін, мінез құлқын, үміті мен арманын сөз жүзінде емес, қатарласа еңбектене жүріп, іс жүзінде көрген, таныған Ғабиден Мұстафиннің Қарағанды романы Қазақстан келбетін жаңартып жіберген өндірістік өрлеу дәуірінің шындығына қанықтырады. Романда қазақ жұмысшыларының өсіп марқайуына, техника тетігін игеруіне қамқорлық жасаған орыс, украин жұмысшылары, іскер адамдар да бейнеленген. Жаңа сөздермен жұмыс. Жаңа сөздер: шырақ, сұрғылт жүзі, ауыр мінез, алақандай, тебінгідей, күдістеу кең иықты. Шырақ, балаларға, жастарға еркелете айтылатын қаратпа сөз. Шырағым. Сұрғылт жүзі, жатырқап жатысына қараған пішіні. Ауыр мінез, аса салмақты, сабырлы, шыдамды, ұстамды, адамға бірден ашыла қоймайтын. Алақандай, азғантай, шағын аумақ. Тебінгідей, көлемді, үлкен, жалпақ. Күдістеу кең иықты, жауырыны шығыңқылау, еңкістеу. Оқылым дағдысы бойынша экранда берілген мәтінге назар аударыңыздар. Қарағанды романынан үзінді оқимыз. Мәтінді бірнеше мәрте оқып шығамыз. Мәтіндегі қою, қара қаріппен берілген сөздерге мән беріңіз. Сабақ мақсатына сай, оқылым мәтінінен негізгі және қосымша ақпараттарды тауып, екі бағанға бөліп жазыңыз. Төмендегі дескрипторды басшылыққа алыңыз. Жас достар, өз жұмыстарыңызды келесі слайдта көрсетілген жауап нұсқалары арқылы тексеріп шығыңыздар. Сіздердің жауаптарыңыз мен ұсынған нұсқамен сәйкес болса, қуаныштымын. Негізгі ақпараттар: Қарағандыдағы кездесу, Донбастан келген мастерлер, Ермек, Қарағандыны күзетіп қалған жұмысшы, 5 жылдық жоспарды орындау, өндірістің өрлеу дәуірі. Қосымша ақпараттар: Қанабек, Тельман аудандық атқару комитетінің председателі, Сергей Петрович Щербаков, трест бастығы. Қарағанды өндірісін игеру ісіне қатысқан орыс, украин жұмысшыларының достық көмегі.
дескрипторды басшылыққа ала отырып, мәтіннің идеясын анықтаңыз. Достар, өз жұмыстарыңызды экрандағы нұсқамен тексеріп шығыңыздар. Сіздердің жауаптарыңыз экрандағы нұсқаға сәйкес келеді деп сенім артамын. Мәтіннің идеясы халықтар достығы, жұмысшы күшін ұйымдастыру. Келесі тапсырма: мәтіннен факті мен көзқарасты білдіретін сөйлемдерді, тұжырымдарды ажыратыңыз. Төмендегі дескрипторды басшылыққа алыңыз. Жас достар, өз жұмыстарыңызды келесі слайдта көрсетілетін жауап нұсқалары арқылы тексеріп шығыңыздар. Факті: мына кісілер сонау Донбастан, Москвадан келеді. Қазақ даласында 5 жылдық жоспарды орындауға көмекке келдік. Осы далада аппақ бай жанып, қой бағып жүріп, суырынынан Қарағанды көмірін тапқалы 100-ге жуық жыл өтіп барады. Көзқарас: Донбастың мастерлері дейді. Жұмыс көп, қиындық көп, бірақ халық күші одан да көп, деді Сергей Петрович Щербаков. Чайковтан естіген едім, күткен едім, жақсы келдіңіздер. Міне, зауыт кілтін енді өз қолыңызға алыңыз, деді Ермек. Оқушылар, сонымен бүгінгі тақырып бойынша қорыта айтар болсақ, Қарағанды романы қазақ әдебиетінде өндіріс тақырыбына арналған дәуір шындығын көркем бейнелеген шығармалардың бірі. Қарағанды романын жазушының өмірлік тәжірибесінің шырынындай десек, артық бола қоймас. Осы өлкеде туған, ер жеткен, оның кешегісі мен бүгінгісін өз көзімен көрген, тіпті өз қолымен ауыр өндіріс алқабының іргетасын қаласқан жазушының айтар сыры аз емес. Жас достар, баланс шеңбері арқылы өзіңізді бағалаңыз. Бүгін не үйрендіңіздер? Сабақ бойынша қандай сұрақтарыңыз бар? Келесі сабақта қандай мәселелерге назар аудару керек? Сабақтағы материалдардан қандай ой түйдіңіз? Жарайсыздар, жас достар. Бүгінгі тақырыпты меңгергеніңізді тағы бір мәрте сынап көріңіздер. Мен сіздерге өзіндік жұмыс ретінде үзінді идеясын негізге алып, Қарағанды кеше және бүгін деген тақырыпта досыңмен ой бөлісуді ұсынамын. Төмендегі дескрипторды басшылыққа алыңыз. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар.